Сәлем достар, менің атым Алися. Мен сіздерге кішкентай кезімде қалай бай болғанымды, миллионер атанғанымды айтып беретін боламын. Бәрі мынадан басталды. Менің отбасым кішігірім еді. Әкем, анам, екі бауырым, мен осылар едік. Бір күні әкем қайтыс болды. Сосын анам жұмыс істей бастады. Әрине біз өте күшті отбасы болатын едік. Бірақ та жұмыстың барлығы қиындай бастады. Мен мектепке баруым керек еді, оған қаражат керек еді. Екі інімнің туған күнінде келе жатыр, оған да қаражат керек. Сосын барлығымыз жылай бастадық. Анам бірақ та оған берілмеді. Ол көптеген жұмыстар істей бастады, бірақ оны еш жер қабылдамады. Бірақ мамам болса оған оны тоқтатқан жоқ, ол барлық жерін істеді. Бір күні біз бір жұмыс таптық, ол садик болатын еді. Уақытта көп, бірақ ол ақша көп нәрселерге жете бермейді. Мысалға, киім алуға, ойыншықтар алуға болмады. Сосын анам екі жұмыс істей бастады. Сосын қыста жақындап келе жатқан еді. Анамның ақшасы төлей алмады газға. Сол үшін біздің газымызды қиып кетті. Қыстай келе жатқан еді сол кезде. Сосын ана бізді ауырып қалмасын деп бізге көптеген киімдер кигізді. Бұл да жылады, біз де жыладық, өте біртүрлі. Сондықтан мен ойландым да бір шешімді қабылдадым. Мен де жұмыс істедім, яғни мен газеттерді таратып жүрдім. Бұл өте біртүрлі, бірақ та бұл өте қызық болды. Мен көп ақша істей бастадым. Сол үшін мен өзіме бір нәрсе ашып алдым да, көптеген жарнамалар істеп, осындай заттар істеп, оларға адамдар көп келіп, менің жұмысым табысты бола бастады. Көптеген ақшалар таптым. Міне өсе келіп, мен осындайлар киімдер істей бастадым. Бұл ақшам өте көп болды. Мені барлық киімдерімді барлығы алатын еді. Менің ақшам өте көп болды. Керемет болдым. Бұл ақшаларыма не алсам болады дедім. Бірақ бәрі керемет өте бастадым. Жақсы болдым. Мен өсе келе тамаша адам бола бастадым. Сосын бұл ақшаларымды банкке, ал осы заттарымды почтаға сала бастадым. Сосын мен жұмыс істеп, өзіме қарауды ұмытып кеттім. Бір күні мен өте қатты семіз болып кеттім. Өзіме қарап жүре алмадым. Басқаларына қарадым. Өте керемет. Сосын мен арықтауға шешім қабылдадым. Спорт залдар ашуым керек еді. Осын бір күні спорт зал ашам деп шешім қабылдадым. Және де өзім арықтаймын деп. Сосын мен спорт зал алып алдым да, сояққа спорт зал ашпақшы болдым. Ояққа план керек еді. Сосын мен ашпақшы болдым. Аштым. Көп заттар алдым, өзімнің ақшама әрине. Сосын адамдар көп келе бастады, жұмысымды табысты болды. Барлығын санап көрсем, $200 миллион болды. Мен қатты қуандым, қатты. Сосын бұл жұмыстар өте қызық болды. Барлығы менде болды. Диетамды барлығы істедім. Сосын анам болса гүлдер суарып жүретін еді. Анама гүлдер сыйпадым, және бұрынғы үйімді сатып, новый үй сатып алдық. Өте әдемі үй болатын тұғын. Міне мен әдемі болдым. Біз жаңада магазин ашпақшыда болдық. Екі інім болса сабақта жақсы оқып, білім дәріме сусындап жүрді. Міне достар, мен сіздерге өзімнің оқиғамды айтпақшы болдым. Өте керемет. Біздің отбасымыз енді бұрынғыдай емес, қазір керемет. Көргендеріңізге көп рахмет.